Қайырлы күн, қымбатты тыңдармандар. Менің аты-жөнім Айнұр Оразалы. Пиза тапсырмаларында оқу сауаттылығы үшін Аманда және Герцогиня мәтіні берілген. Бұл мәтін қысқаша түсініктен басталады. Пьеса үзіндісінде Аманда мен Герцогиня, Ханзада мен Аманда арасындағы екі диалог берілген. Осы нұсқаның екінші мәтіні театр мамандықтарының анықтамасы түрінде берілген. Енді Аманда және Герцогиня мәтінінің сұрақтарымен танысайық. Бірінші сұрақ. Бұл пьеса үзіндісінде Герцогиня не туралы айтады? Дұрыс жауап: Амандаға Ханзаданың мұңын ұмыттыруға мүмкіндік береді. Екінші сұрақ. Үзіндіде әртістер айтатын сөздерге қоса, әртістерге өз рөлдерін қалай ойнау керектігін және техникалық қызметкерлерге не істеу керектігі жөнінде нұсқаулар берілген. Бұл нұсқаулар мәтінде қалай берілген? Сұрақтың астында арнайы орын бар. Сол жерге дұрыс жауап жазылуы керек. Дұрыс жауабы: курсивпен, техникалық емес сипатта, жақшалармен берілген. Үшінші сұрақ. Төменде келтірілген кестеде осы пьеса үзіндісінің қойылымына қатысатын техникалық қызметкерлер тізілген. Бірінші мәтіннен орындалуы осы мамандардың әрбірінің қатысуын талап ететін көрініс бойынша бір нұсқауды жазып, кестені толтырыңыз. Кестенің бірінші бағанында театр мамандары жазылған. Екінші бағанда көрініс бойынша нұсқаулар деген жазу бар. Бірінші баған мен екінші бағанды сәйкестендірейік. Суретші дизайнер, ол кішкентай ескерткіштің жанындағы дөңгелек орындықтың суретін салады. Енді реквизитке жауапты маман не істейді? Дыбыстық режиссер не істейді? Жарық беруші не істейді? Осыны жұмысты орындап отырған адам өзі толтырады. Осы бағандарды толтыру үшін екінші мәтіндегі театр мамандықтарының анықтамасы деген жерге қайта оралып, қарап шығуға болады. Енді дұрыс жауаптарды айтып көрейік. Реквизитке жауапты маманның тұсына жылжытуға болатын заттарды жазады. Мысалы, кішкентай шабадан, велосипед деген сияқты сөздер жазылады. Дыбыстық режиссер деген жерге кешкі ауадағы велосипедтің үні естіледі. Немесе жел ғана естіледі деген жауаптар беріледі. Жарық беруші деген мамандық үшін түнгі құстар, күндізгі құстарды түнгі құстар алмастырды деген сөздерді жазуға болады. Төртінші сұрақ. Режиссер сахнада әртістерді бөледі. Оның диаграммасында Аманданың орны А әрпімен, Герцогиняның орны Г әрпімен белгіленген. Төменде келтірілген сызбада Ханзада келген кезде Аманда мен Герцогиняның болуы мүмкін жерлерге А және Г әріптерін қойыңыз. Бұл сұраққа жауап беру үшін үшінші сызбаға назар аударуға болады. Дұрыс жауабы: А әрпі ескерткіштің жанында, ал Г әрпі ағаштың жанында орналасқан. Бесінші сұрақ. Пьесадағы осы фрагменттің соңына қарай Аманда былай деді: ол мені танымады. Бұл нені білдіреді? Дұрыс жауабы: Ханзада Аманданың Лекадиге ұқсайтынын байқамады. Назар салып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.